Интернет дегенде тұтынушылар тек бағана кабельдерін елестетеді, ал су асты кабельдері туралы біле бермейді. Әлемдегі деректердің 99%-ы мұхит астындағы сымдар арқылы жіберіледі. Сымдар Антарктидадан басқа құрлықтардың барлығын қамтиды. Жалпы ұзындығы 1,2 миллион километрді құрайды. Кабельдерді жүргізу ұзақ мерзімді және миллиондаған долларды қажет ететін үрдіс. Кабельді арнайы кемелер тартады. Олар су асты картасына кабель жүргізетін траекторияны енгізеді. Мамандар су асты ағыстары, жанартау аймақтары және ой шұңқыр жерлерден аулақ болуға тырысады. Маршрут анықталған соң, кабельдер тартыла бастайды. Әлемдегі ең жоғарғы өнімді кабель Мария. Ол ақш пен оңтүстік Европаны байланыстырады. Марияны 2017 жылы Microsoft, Facebook және Telxius бірігіп жүргізген. Марияның ұзындығы 6600 км, салмағы 4650 тонна. Ал жылдамдығы секундына 160 терабит. Мария кабелі өткен ең терең жер 5181 метр. Қызмет мерзімі 25 жыл. Кабельдерде көбінесе кеме якорлары, балық аулары және табиғи апаттар зақымдайды. Түсініксіз себептермен акулаларды су асты кабельдерін шайнап тастайды. Google секілді алып компаниялар өз коммуникацияларын арнайы қорғаныс қабатымен қаптайды. ...2012 жылы Сэнди дауылы Нью-Йорк және Нью-Джерсиден шыққан кабельдердің басым бөлігін зақымдаған. Су асты кабельдері зақымданса, арнайы жөндеу кемелері жіберіледі. Кабель терең емес жерде болса, робот кабельді тартып су бетіне шығарады. Ал кабель терең жерде болса, инженерлер құрылғының көмегімен кабельді көтеріп тұрып су астында жөндейді. Кабельдерді кесу оңай емес. Алайда 2013 жылы Египетте акваланг киген қаскүнемдер үш құрлықты байланыстырып тұрған су асты кабельдерін әдейі кесіп тастаған. Нәтижесінде Египетте интернет жылдамдығы 60%-ға төмендеп, кейін оны қалпына келтірген. Заманауи оптикалық талшық кабельдер пайда болмас бұрын тыңшылар үшін ақпаратты тыңдау оңай жұмыс болған.
Қырғи қабақ соғысы барысында 1971-81 жылдары ақш ксро-ның суасты байланыс линияларын тыңдап келген. Арнайы Холливуд сүңгуір қайығы Кеңес одағының кабельдеріне тыңдау құрылғыларын орнатып, жылдар бойы ақпарат жинаған. Қазіргі қорғаныс қабаты бар қалың кабельдерді тыңдауда қиындық тудырмайды. Бір 1960 жылдардан бері келе жатқан кабельдік байланыс әлі күнге дейін ақпарат алмасудың ең үздік жолы болып табылады. Себебі оптикалық талшық кабельдері ақпаратты жарық жылдамдығымен жібереді. Спутниктік байланыстың кемшілігі ғарышқа хабарлама жіберу мен қайта қабылдау көп уақытты қажет етеді. Ал мобильдік байланыста кедергілер жиі болады. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.